Достар, 14-те 8-ші есеп. Бізде xn формуласы берілген. 3n плюс 2 прогрессияның алғашқы 20 мүшесінің қосындысының мәнін табыңдар дейді. Яғни s20-ны табыңдар деген сөз. Біз бұл s20-ны табу үшін мұна sn-нің осы формуласын пайдаланатын боламыз. Ол үшін бізге a1 керек. Мына жерде n бізде 20 беріліп тұр, d-ны табу керек. Яғни a1 мен бізге d-ны тауып алу керек. Мына формулаға салу үшін. Оны қалай табамыз? Бізде мына формула беріп тұр. Мына xn дегеніміз, бұл a деген сөз ғой, яғни x ол a дегенді мысалға мына жерде x деп беріп тұр. Бұған мән бермеңіздер, бұны an деп те жазуға болады. a1-ды табу үшін мына осы формула қоямыз. 3 көбейтемін, n-нің орнына 1-ді қоямын, плюс 2. Сол кезде ол бізде 5-ке тең болады. Енді d-ны табу үшін мен не істеймін? Мен оның разницасын білуім керекпін ғой. Содан кейін ол үшін мен a2-ны тауып көремін. a2 деймін. Мына 3 көбейтілген n-нің орнына 2-ні қоямын, плюс 2 деймін. Сонда бұл 6 плюс 2, 8-ді береді. Енді d-ны таба аламын, d-ны табу үшін мен істеймін, мына a2-ден a1-ды алып тастаймын, разницасын білу үшін. 8-ден 5-ті алып тастаймын, сонда ол 3-ке тең болады. Яғни біздің жаңағы тізбегіміз 3 санына артып отыр деген сөз. Түсінікті ғой. Мына бізде a1 бар, d бар, енді s20-ны таба аламын. s20 тең болады дейік. Формула бойынша көреміз. 2 көбейтемін, a1-дің орнына 5-ті қоямын. Плюс n дегенім менде 20. 20 минус 1. Көбейтемін, d-ның орнына мына 3-ті қоямын. Бөлінген 2. Көбейтемін, n дегенім 20. Сонда мына жерде менде 10 шығады. Плюс мынау 19. 20-дан бір таз айтсақ, 19-ды 3-ке көйтіп жіберейік. 57. Бөлемін 2, көбейтемін 20. 2 мен 20-ны қысқартып жібере қойып 10-ға. Сонда мына жерде 10-ды 57-ге қоссам, 10 57 67 болады. 67-ні 10-ға көйтсем 670 болады. Келесі екінші есеп. xn тең болады 2n минус 9 берілген. Прогрессияның алғашқы 30 мүшесінің қосындысы, яғни s30-ды табу керек деп тұр. Формуламызды тағы қайталап жазып қоя қойық. Sn тең болады бізде 2a1 плюс n минус 1-ді бөлу 2 көбейтілген n болатын еді. Енді біз a1-ды табу үшін 2 көбейтілген n-нің орнына 1-ді қойып есептеп аламын. Сонда менде минус 7 болады. a2-ні табайық. 2 көбейту n-нің орнына енді 2-ні қоямын. Сонда 4 минус 9 минус 5-ті береді. Енді біз d-ны табу үшін a2-ден a1-ді алып тастаймыз. Сол кезде бізде минус 5-тен азайтамын, минус 7-ні. Бұл минус 5 плюс 7 деген сөз. Мына 2 минус плюске айналып кетеді, сонда ол 2-ге тең болады. Енді s30-ды таба беруге болады, себебі біз a1-ді таптық, n бізде бар, d бар. Енді формуламен есептейміз. 2 a1 дегенім минус 7 болды мына жерде, плюс n дегенім 30 минус 1. Көбейтемін, d дегеніміні таптық 2, бөлемін 2-ге, көбейтемін, n дегенім 30-ға тең. Так, сонда мына жерде бізде минус 14 шығады. Так, плюс, мына жерде 29, 29-ды 2-ге көбейтсем, 58. Тексер жіберейік. 29 көбейту 2, 58 дұрыс, оны 2-ге бөлемін, көбейтемін 30-ға. 58-ден 14-ті азайтатын болсақ, минус 14, 44 болады екен, оны 2-ге бөлсең 22 болады екен. 22 көбейтемін 30, сонда бізде 660 шығады. Үшіншісінде xn тең болады минус 4n плюс 12. Бұл жерде прогрессияның алғашқы 12 мүшесінің қосындысы, яғни s12-ні табыңыздар дейді. Формуланы жазып қояйық тағыдайы қайталап. 2a1 плюс n минус 1-ді бөлу 2 көбейту n. Так, a1-ді тауып аламыз. a1-ді табу үшін минус 4, n-нің орнына 1-ді қоямын, плюс 12. 12-ден 4-ті алып тастасам 8 болады. a2-ні табайық. Минус 4 көбейту n-нің орнына 2-ні қоямын, плюс 12. Так, сонда минус 8 плюс 12, ол менде плюс 4-ті береді. Енді d-ны табайық. d-ны табу үшін a2-ден a1-ді алып тастайық. 4-тен 8-ді алып тастайым, сонда ол минус 4.
d минус 4-ке тең екен. Енді S12-ні таба аламыз. S12-ні табу үшін 2 көбейту A1 дегенім менің 8-ге тең болды, плюс N дегенім 12 минус 1, көбейту D дегенім менің минус 4-ке тең болды мұны. Бөлемін 2, көбейту N дегенім 12. Так, 2-ні 8-ге көбейтсем 16, плюс 12-ден 1-ді азайтсам 11, 11-ді минус 4-ке көбейтсем минус 44 болады, я? Минус 44 бөлу 2, көбейту 12. 16-дан 44-ді алып тастасам, 44 минус 16, ол менде минус 28-ді береді. Минус 28-ді 2-ке бөлсе минус 14 болады, я? Көбейту оны 12-ге. 14-ті көбейтемін 12-ге. 168. Алдында минус бар, минус 168 шығады екен. Келесі соңғы 4-ші есеп. Бұл жерде xn тең болады. Минус 2-де 3n, минус 7,2. Бұл жерде бізде s 29-шы мүшесі дейді. Осыны табу керек. Тағы да A1-ді тауып аламыз. A1 табу үшін мұна n-нің орнына 1-ді қоямын. Минус 7,2. Сонда минус 2,3-ке 7,2-ні қосамын. Ол менде минус 9,5-ті береді. A2-ні есептейміз. Минус 2,3, n-нің орнына енді 2-ні қоямын. Минус 7,2. Мынау менде минус 4,6-ны береді. Минус 7,2 десек, ол бізде минус 11,8-ді береді. Енді d-ні табу үшін мен A2-ден A1-ді азайтып тастаймын. Сол кезде минус 11-де 8-ден азайтамын. Минус 9,5-ті. Мынаны. Сонда мына 2 минус плюсті береді. Менде плюс 9,5 болады. 11-де 8-ден 9,5-ті азайтсақ, минус 9,5, ол менде минус 2,3-ті береді екен. Енді мен S29-ды таба аламын. Формула бойынша менде 2A1 еді. A1 дегенім минус 9,5 плюс N минус 1, яғни 29 минус 1, көбейтілген D дегенім мына минус 2,3. Осының бәрін бөлемін 2-ге, көбейтемін N, яғни 29-ға. Минус 9,5-ті 2-ке көбейтсем минус 19 шығады. Мына жерде менде 28 болады. 28-ді минус 2,3-ке көбейтсек, 2,3 көбейту 28 десек, бізде минус 64-те 4 болады. Минус 64-те 4. Осыны бөлемін 2-ге, көбейтемін 29-ға. 64-те 4-ке 19-ды қоссақ, 83-те 4, 1-ден 2-ке бөліп жіберейік. 41-де 7 дейді. Алдында минус бар. Минус 41-де 7. Оны 29-ға көбейтеміз. Оны көбейтем 29-ға. 1200, алдында минус бар, 1209-да 3 шықты.